Ішбаяда бітіруім керек болатын 3 айдан бері да. Ол сол күйінде тұр, мен оны әлі срок өткен жоқ, мүмкін енді врачтарға мүмкін қайтаруым да керек шығар, ол обал ғой сонша ақша. Бірақ та мен енді соны церемониямен кәдімгідей жерлейін ба деп те ойлағам. Жақсы, мінекей Тұмар апайымыз жарқын. Қазір тауға шығып жүрсіз. Бүгін шықпайсыз ба менімен бірге? Тауға? Иә? Ертеңге план болған, бізде тау ертеңге. Жақсы, тамаша. Тұмар апайымыз қай күні тауда жүрмін. Тұрсынғұл, мен таудамын деп 1 метр жер жүр. Мен мына еңкейіп нәскиін кие алмайтынмын. Кидім ба, бітті мен. Балаларға аяғын кигіздіріп бүйтіп алатын дағы. Мені күтіп тұрады, үйдің бәрі үйреніп алған. Аяқ киім киетін болса, мені күтіп тұрып кигіздіріп жібереді. Атак өзім еңкейіп кие алмаймын. Еңкейіп кидім ба, бітті, мен уже басым айналып ана жерде одышка прямо өкпеде, өйткені өкпедегі давление жоғары ғой, қыстайды, тастайды. Сосын мен ыстық ауаға демала алмайтынмын. Терезелердің бәрін қыс бойы ашып отыратынмын да. Мына жерде басымнан бастап аяғыма дейін құндызай жауып тастағанда, мен ана ыстық денеме жаққанын көрсеңіз, мен қалай, сонан кейін әрбір массаждың үстінде мен ұйықтап қаламын. Ол ауыртып жасайды. Тұмар апай, жақсы, қазір дені сау адам қалпына келдіңіз ғой. Аппетит жақсы. Келдім. Қол аяқ жылы. Жылы. Ұйқы тыныш. Үлкен дәріткіштер нормада. Нормада. Көңіл күй жақсы. Отлично. Болды. Иә. Сауықты ғой. Шын. Омырауда ештеме жоқ қазір. Жоқ. Түйін жоқ. Қол тигізбей, мынадан мен деген ай сайын су алдыратынмын ғой, шприцпенен. Әр барғанда өзі 3 ай сайын тексерілуге барам, постоянно айтады, мына жеріңізде су тұр, мына жеріңізде су жиналып қапты деп. Оны шприцпен тартады, оңай емес. Ол шприц қоя беріңіз, мен апта сайын қан тапсыра береді ғой, біздерде қан алдыра береді, химияға дайындаған сайын қан тапсырамыз. Сонда деген тамырларым қашып кеткен ғой, әбден неге. Сонда каждый инені салған сайын менде кәдімгідей стресс болатын. Сол стресстерім осы массаждың үстінде оның бәрі шықты. Шынымды айтсам, біреуден біреу естіп келген ғой, Тұмар апай жаңа кешегі алтын шашты 8 жыл цирроз печень толығымен айықты ғой 3 айдың ішінде. Иә, сол кісіден естіп келдім. Тұмар кім, сіздің күйеу балаңыздың жаңа Бақытбек? Иә, алтын шаш менің құдашам. Құдашаңыз, қарындас. Иә, ол қыздың қайтып ауырғанын бәрі көзіміздің алдында, ол қыздың қайтып ауырғанын, осы жерге келіп қалай жазылғанын бәрін мен көріп отырдым да. Сол қыз жазылғаннан кейін келдім мен. Енді бұл жерде осындай доказательство болмаса, бұндай ауруға ем болады дегенге енді сонша медицина ракты емдей алмай жатқан кездерінде бұл қалай емдейді деп ойлайсың да. Сөйтсем жоқ. Негізі мен емдеп жатырмын ба? Тұрсынгүл емдеп жатыр. Организм өзін өзі емдейді. Жылуменен организм өзін өзі жұмысын жасап. Барлық қазақ халқымыз түсінсе, біздің еліміз ауырмайды. Енді мен айтар едім, рак ол ауру емес. Міне. Рак ол жаға. Ракқа точка қоям деген бұл сөзі. Точка қоям деген, иә. Өйткені ана Абаяға больницаға барып тексердім республиканскийге. Сол жерде маған былай айтты: сіздегі опухоль нехорошая опухоль. Сіз деп сөйтті. Мен білем дедім. Мен бәрін біліп келіп тұрмын, злокачественный деді. Сол кездерінде жақсы не істеуім керек деп сол нелердің бәрін алдым да, шығып келе жатырмын, лестницада түсіп келе жатырмын да, өзінен өзі менде күш пайда болды. Жоқ, мен бұл аурудың, рактың емін табам. Мен өзім точка қоям дедім. Себебі осы рактан мен әкем, шешем қайтыс болған. Әкемнің бауырлары қайтыс болған рактан. Сол кездерінде осы рак маған қолыма түстің ба дегендей менде бір күш пайда болды да. Осылай айттым. Сонда енді оны мен химиядан емделем, больницадан емделем, не болса да химиядан қорқып елдер бармай қояды ғой. Мен оның бәріне шыдадым. Химияның азаптарын бәрін көрдім. Ол деген мүмкін емес. Тозақ, енді бұны қатты айтсақ, енді химия алып жүргендер қорқуы мүмкін, енді оларға да Аллах тағала әйтеуір әркімге нәсіп етіп қойыпты ғой солай. Сол үшін де мен енді қатты қорқытуға қорқам, айтуға. Бірақ та енді химия оңай нәрсе емес. Өйткені бір ғана точкадан менің денемнің бәрі сау болғанда, осыдан мен қаншама диагноз мен өзіме пайда етіп алдым да. Тромбоз, это 3-ші степень дейді. Легочный гипертензия, ол деген өкпедегі давление менде норма 25 болса, менде 95. 90-95. Одан кейін бауырға метастаз кетті. Бауырда очаг бар деп берді да, осы жақында ғана МРТ түскен кезде. Одан кейін мен уже эпилепсия сияқты уже құлайтын болдым ғой. Миыма кислород жетпегеннен мен құлайтын болдым. Соның бәрі уже мені әлсіретіп тастады да, врачтар соңында маған тіпті барып жүрегіңізді емдетіп келіңіз дейді. Мен жүректі емдету үшін 3 ай жүруім керек екен. 3 ай жүргенімде ол бауырдағы метастаз не болды? Енді бітті ғой әрі қарата. Ішкі организмге түскеннен кейін мен болды, біттім деп ойладым. Бірақ сонда да мен білмеймін, осы рак деген аурудан сол кездерінде де менде мындай
прямо осынан өліп қалады екем деген нәрсе миыма келмепті да. Осының жолын қайтсем де табам деп ізденіп жүрдім. Сол кездерінде енді Аллах тағала мінекей Тұрсынкүл ханымды біздің қазақ халқына сол Қытайдағы қандасымыз енді осы жерге келіп өзінің білімін халыққа беріп үйретіп жатыр да мінекей. Мен үлкен алғысымды айтамын. Аллаға рахмет айтам, бірінші сізді жеткізген. Анаңызға рахмет айтам, сіздей қызды, мейі бар қызды тауып берген. Болмаса талай Тұрсынкүлдер жүр ғой. Рахмет айтам қызым, бақытты бол. Мінекей, мен шыны керек, кейде жылағым да келеді. Қуанғанымнан. Бақыттың жасығы? Иә. Мен жазылдым. Рас айтам, мен жазылдым. Тамаша. Прямо айта алам. Енді мен сізге шыны керек УЗИ-ға түсіп, бәрін тексеріліп, результаттарын алып келем. Өйткені бұл оңай нәрсе емес. Одан кейін мен анық результаттарына бәрі жақсы шыққан уақытында мен областойдың алдына барып тұрып, онкологияның алдына барып тұрып айқайлауымда мүмкін қолыма флажол алады. Сізден шығады? Менен шығады. Қай күн мен бір оқушым бауырын емдеп уже қазір коляскада жатыр. Сабақ тыңдап алған айтады, мен бауырымды сүйреп алып көшеге шығам ба дейді. Енді ем жақсы болса ондай нәтиже. Емдеп қош болады ғой адамдар көбісі. Енді ана областной больницаға барсаңыз, онкологияға барсаңыз, елдің бәрі онкология сияқты. Карточкаға тұрған очередь мынадан. Химия алып жатсаң да, больницаға жатайын десең де, очередь мынадан. Одан кейін сен химия алып жүргеннен кейін как-то адамдар да уже ана шашың жоқ, андай болып жүрген кездерінде елдің бәрі ана химия, онкология, рак уже өлетін адам ғой деген сияқты көзбен бір аянышты көзбен қарайды. Біреулер сен адам емес сияқты қарайды. Адамдарда әртүрлі характер бар ғой. Мен енді оны жүрген жерлердің бәрінде көріп жүрмін. Мен өз басымнан да өткен ол. Иә, бір күні мен ана химиядан күннің сәулесі болмайды дегенге бүйтіп ана хиджаб сияқты киіп алып, көзімде очки сөйтіп киініп алғам, қолым мынадан күн болса ыстық, сөйтіп такси ұстап тұрсам, есікті ашты да, немене сонша оранып алғансыз деді да, жаңа жерде таксиді деген дұрр еткізіп бірден от алдырып жүріп кеткенде, мен есігін жауып та көрген жоқпын, сүйреп кете жаздады. Мен қандай состояниеде тұрғанымды білмейді, ол ойлап тұр, ана бір неден келген бахави сияқты біреу ғой деймін, мынау деп ойлады ғой, мен боқтап кетті көшеде. Мен ойладым, мен алуға такси болғасын, мен алып кетейін деп тоқтаған машина екен деп. Сөйтсем ол мені боқтап кетті. Жаңағыдай жамылып тұрғаным үшін. Ал мен оны күннен, действительно, химия алған уақытта күннен нұрынан шынымен де қорғанған дұрыс, өйткені кірпіктің бәрі түсіп қалғасын, мына күн көзді аштады, көзіңе жел кіреді кәдімгідей ше. Кішкентай кірпік болса да, соның өзінің кәдімгідей көзге көмегі бар екен. Химиядан түктің бәрі түсіп кетеді ғой, түсіп қалады. Мен жылт-жылтыр гладкий болып тұрдым ғой. Дәл қазіргі сәтте Тұмар апа елестетіңізші, сіз барып жүрген больницада қаншама адам тұр? Бар. Енді мен оларға қазір мені танитындар сенуі мүмкін. Сеніп келуі мүмкін, мені танитындар. Танымайтындарға енді мен баяғыда өйстіп ауырып едім, осындай болдым, қазір мынандай болдым десем, оған енді сене қоймас. Бірақ та мен айтам, енді мына енді сіздің подписчиктеріңіз біраз адамдар бар ғой сізді тыңдайтын. Соның туысқандарында бар, көршілерінде бар, бауырларында бар, ауырып жатқан. Сол адамдарға айтар едім, енді химияны да алып көріп жатыр ол адамдар, мен сияқты операцияны да көріп жатыр да, одан тәуір болып жатыр ма екен, өзін бір уақыт тыңдап көрсінші денесін. Егер тәуір болып жатқан болса, оны көрсін. Тәуір болмаған болып, мен құсап диагноз үстіне диагноз жалғап алып, тек дәрімен ғана күн көріп отырған болса, онан да орны осы жер. Тура осы жер. Міне, жылуменен емделу керек, тотышне массажын жасау керек. Сол кездерінде ол адам мен сияқты адам болады. Жақсы, рахмет Тұмар апайға, көке рахмет. Тұмар апайдың соңғы нәтижесін енді бір жарты жыл ма, или бір 2-3 айдан кейін, Жоқ, мен даже осы жақында барасыз ба? Бір ай болды ғой, мен 2 ай болды. Енді бір айым қалды ғой. 3 ай деп айтқам негізі, иә. 3 ай. Енді бір айдан кейін барып толығымен тексеріп жатырсыз. Очередке жазылып жатырмын, ақырындап баратын түсетін жерлерге. Кеше Алтыншаш барып тексерсе, врач таң қалып отыр дейді. Неужели қалай емделдің, қалай жазылдың деп. Сол сияқты сізге де сондай болсын. Жақсы онда. Иә. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Еш қайсымыз ауырмайық, қазақ халқым.